Ұлттық бірыңғай тестілеуден 2 жылдан бері бірде-бір түлек жете алмаған ең жоғарғы көрсеткішке алматылық мектеп бітіруші ие болды. 140 балл жинаған қыздың есімі Шияра Құдайбергенова. Алматылық түлек Шияра Құдайбергенова ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғары көрсеткіш 140 балл жинады. Алматылық оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуден 140 балл алды. 2 жыл күттірген 140 балл. Алматылық түлек ұлттық бірыңғай тестілеуде ең жоғарғы нәтиже көрсетті. Бір қызығы бірде-бір сұрақтан мүлт кетпеген қыз алтын белгі иегері емес екен. Биыл ұбт-дан ең жоғарғы баллды Шияра Құдайбергенова есімді қарындасымыз алды. Оның қуанышына ортақтасып, өмірлік сынақтардан сүрінбей өтіп, үлкен жетістіктерге жетуіне тілектеспіз. Ал осындай қызды тәрбиелеген ата-анасына алғыс білдіреміз. Сіздерге Алла тағала разы болсын. Гүлназ Үмітбекова есімді Facebook қолданушысының парақшасынан Шияра қарындасымызға қатысты жан-айқайға толы пікірін оқыған соң, назардан тыс қалдыра алмадық. Себебі бұқаралық ақпарат құралдары көздерінен мұндай мәліметтерді мүлдем естімейсіздер. Гүлназ ханым былай деп жазған екен: Біз бәріміз білеміз, биыл Қазақстан бойынша ең жоғарғы 140 баллды Шияра Құдайбергенова алды. Бұған қатысты өзімнің эмоциямды әрең ұстадым. 140 балл алғанын хабарлаған соң, барлық жерде тексерулер басталып, гаджеттер, ноутбуктер, қоңыраулар, смс-тер, қоршаған адамдар, тіпті Шымкенттегі маған дейін жетті. Сонда не деп айтқанын білесіздер ме? Ешбір жағдайда оған Шияраға анасы ай сайын 40 мың теңге төлеп қосымша курстарға барғанын, оның ақылы мектептердегі дәрістерге қатысқанын айтуға болмайды. Ол жас кезінен намаз оқып, ораза ұстайтынын, оның соңғы 2 жылда түнгі тахаджуд намаздарына тұрып, үнемі мешітке барып, Алладан жәрдем сұрағанын айтуға болмайды. Өзінің шариғаттағы міндеттерін орындайтын мұсылман екенін айтуға болмайды. Сұхбат алу кезінде жоғарыда тізбектелген сөздердің бірде-біреуін айтуға болмайды. Және оның өзі берген сұхбаттарында өзіне Алладан басқа ешкім көмектескен жоқ деген сөзін қиып тастаған. Ол қарапайым отбасынан шыққан. Оның көкесі мен бәкесі немесе ақшасы жоқ. Одан да қатты қынжылтқаны оның анасына қатысты жасалған әділетсіздік. Ол орамал тағатын болғандықтан ешбір жерге кіргізбеді. Тіпті Шияра Алматы қаласы әкімі Бауыржан Байбекпен кездескенде де анасын кіргізбеді. Себебі ол орамал тағат. Бір сөзбен айтқанда дискриминация. Оның анасы бар барлық кадрларды қиып тастаған. Мұндай өтіріктің не қажеті бар? Орамалға қарсы соншама күресті. Ал Алла тағала өз қалауын жасады. Әлхамдулилля. Қарапайым мұсылман отбасынан шыққан оқушы мұсылман қыз жеңді. Расында Алла сабырлылармен бірге. Оған Шияраға орамал тағуға тыйым салған. Ол менің 30 жылдан бергі достығымыз үзілмеген жақын құрбымның қызы. Исламофобтар, өтініш, теріс айналып өтіңіздер. Расында Гүлназ әпкеміздің жанайқайының жөні бар. Біз бұл хабарды естігенде бірден қолға алып, барлық ақпарат көздерін тексеріп шықтық. Расында да Шияраның анасы 31 арнадан басқа бірде-бір жаңалықтан жүзі көрсетілмеді. Қиылып тасталынып, жеке сұхбатта алынбаған. Әкімнің қабылдауына да кіргізілмеді. Қуаныштан төбесі көкке бір елі жетпей тұрған Шияра Құдайбергенованың телефонына кешеден бері құттықтаулардан тыным жоқ. Ең жоғарғы балл жинап, қазір ғана Алматы қаласы әкімінің қабылдауынан шыққан бойжеткен ұпайын естігендегі алғашқы таңданысы мен толғанысын камера алдында жасыра алмады. Балымды күтіп, мешіттен шүкір намазын оқып отырған. Сол кезде ағайым звондап, Шияра сен осында жылап жатыр да, барлық айғайлап, шыңғырып. Мен түсінген жоқпын, ағай қанша қорқып тұрмын. Проходной бар ма ағай деп ең бастысы сол сұрақ болды. Салыстыру үшін айта кетер болсақ, Сарыағаш қаласынан 139 балл жинаған қарындасымыз әкімнің қабылдауына анасымен бірге кірген. Анасына да алғыс білдіріліпті. Ар жағын айтпаса да түсінікті шығар. Сарыағаш ауданының әкімі Қайрат Әбдуалиев Ақеркені ата-анасымен жеке қабылдап ноутбук сыйлады. Ақерке Тастан ұлттық бірыңғай тестілеуге 9-шы сыныптан бастап дайындалған екен. Жазғы 3 айлық демалыста қажетті оқулықтарды сатып алып, ал Шияраның анасына қатысты әділетсіздік пен Алланың шариғатына қарсылық бізді ғана емес, әділетті қалайтын әділ жандар мен қоғамды ренжітті. Жалпы Алланың шариғатына қарсы мұндай көпірлік оқиғалар көптеп орын алуда.
Көздері жәудіреп, мектептің кіреберісінде қаз-қатар тізіліп отырған оқушылардың өзгелерден ерекшелігі бастарындағы ақ орамалдарында. Бір айдан бері емін-еркін білім алып келген қыздар 2 күннен бері сыныптарына кіре алмай жүр. Нақтысы, орамалды шешуді талап еткен мектеп басшылығы кіргізбей қойған. 6 сыныпта оқитын Фатима 2-ші тоқсан басталғалы сабақтан шеттетіліпті. Бұған мектеп формасына бағынбай орамал таққаны себеп болған екен. Оқуда озат, үлгілі оқушы жақында мектептегі үздіктер тақтасындағы суретінің алынып тасталған естіп, ұстаздарыма қатты ренжідім дейді. Бірінші тоқсанда осы суретте тұрды, бірақ қайтадан осы 2-ші тоқсанда алып тастаған. Қаншама жылдар бойы бастаған қарағанда суретін тұрады, енді осы жылы алып тастағанға өте қатты ренжимін. Басқа беске оқитын кластастардың суреттері тұр, шыққаны едік жоқ. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы интернатта оқып жүр талай қазақ баласы. Жас өспірім көгерім бейне қолдың саласы. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы. Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы деп жазады. Ал басқа бір өлеңінде жазу жаздық, хат таныдық. Болды азат молдадан, шал оқудан не жарыдық, қалғаннан соң құрнадан дейді. Яғни қазақтың ұлы ойшылы халықтың кемелденуі үшін бірыңғай дүниелік білімнің жеткіліксіз екенін айтып тұр. Бүгінгі Түркия президенті Ердоған да балаңызға дін ілімін үйретіп, ұлттық рухты бойына сіңірмесеңіз, әлемнің Гарвард, Кембридж, тағы басқа үлкен оқуларын оқығаны босқа кетті дей беріңіз деген еді. Қазақтың болашағы рухани иманда, әрі дүниелік білімді азаматтармен көркейеді. Себебі ұлтқа қызмет қылу білімнен емес, иманнан және мінезден. Алла мұны бізге ғибрат қылуды нәсіп қылсын.